1948 жылы 10 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясы адам құқыларының жалпыға бірдей декларациясын қабылданды. 1959 жылы әлемде бала құқығының халықаралық күнін мерекелеу декларацияны жариялағаннан басталды. 1989 жылы 20 қарашада Біріккен ұлттар ұйымында 61 мемлекет қол қойған бала құқығы туралы конвенция қабылданды. Ал Қазақстан Республикасы 1994 жылы 8 маусымда бала құқықтары туралы конвенция бекітті. 2002 жылы тамызда Қазақстанда бала құқығы туралы заң қабылданды. Қазірден болған 191 мемлекет қол қойған. Ал Қазақстан Республикасы 1994 жылы 8 маусымда балалар құқықтары туралы конвенция бекітті. 2002 жылы Қазақстанда бала құқығы туралы заң қабылданды.